деуге болмайды. Осы уақытқа дейін байлық үшін бәрін жайпап келіп, енді ұяттары оянып қалыпты ғой. Иә, оныңыз рас, келсемін. Бейіт тонадық, жол ережесін бұздық, алдадық, бірақ одан ешкім жапа шеккен жоқ қой. Әрине, жапа шеккендер бар шығар, бірақ олардың ешқайсын көрген жоқ. Қалғыларың келсе қалыңдар, тіпті жақсы, байлық артық болмайды. Ақмақ немелер. Оны тоқтату керек. Тоқта! Енді бара беруіңе болады. Майло, бергеп кетші. Жағдайы қалай? Нашар. Қансырап жатыр. Ішіне қан құйылды, өкінішке орай қолымнан келері жоқ. Не деген сұмдық десеңші? Бәріне мен кінәлімін. Бұл жерде сенің еш күнәң жоқ. Рурк мұнда сенсіз ақ келер еді. Кристалл. Миляга, мына кристалдың емдеу қасиеті бар. Мен өз көзіммен көрген. Жоқ. Қызым қайда? Ол қызыңызды... Ол таңдаулылардың бірі. Анасы секілді ерекше жан. Не дейсіз? Жерімізге қауіп төнгенде, елді және өзін аман алып қалу үшін кристалл хан ұрпағынан бір адамды таңдайды. Сонда да түсінбедім. Таңдайды? Сонда кристалдың тірі болғаны ма? Тірі. Кристалл әрқайсымыздың жан толғанысымыздан, сезімімізден күш алады. Осы уақытқа дейін еш уайым қайғысыз ұзақ өмір сүріп келгенімізде соның арқасы болатын. Кристалл күннен күнге үлкейе бастады. Оның өз түйсігі қалыптасты. Бір күні пендешілігім бе қайдам, кристалды соғыста қару ретінде қолданбақшы болдым. Бірақ оның күштілігі соншалық басқара алмай, елім осындай жағдайға ұшырады. Кристалды тығып қойғаныңыз да сол екен ғой. Қайғылы оқиға қайталанбасын дегеніңіз бе сонда? Кидоның анасының тағдырын қайталауынан қатты қорқып едім. Сүйікті жарымнан солай айырылдым. Сонда қалай? Түсінбедім. Кидоға не болады? Егер оның тұла бойын кристалл жаулап алса, Кидодан айырылдық дей бер. Жалғызым еді, қайтейін. Уақыты келгенде тақ қызым өту керек еді. Соңғы үмітім сенде. Мынау саған.